Сәлем достар, каналыма қош келіпсіздер. Бүгін сіздермен керемет болып көтерілетін жұмсақ пирогтың рецептімен бөлісемін. Үйлеріңіздегі тұрған ашыған қаймақты тастауға асықпаңыздар. Дәл осындай керемет пирог пісіретін боламыз. Рецепті төменге жазып қалдырамын. Видеоны көрместен бұрын каналыма тіркеліп, лайк басып қолдап кетіңіздер. Бізге қажетті заттар: жұмыртқа, шекер, ұн, сұйық май және разрыхлитель қажет болады. Алдын ала үлкен ыдысымызға жұмыртқа мен шекерімізді салып, жақсылап араластырамыз. Біркелкі масса болуы керек. Мен бұл жерде 2 порцияны пісірдім. Сіздер осыны 2-ге бөліп пісірсеңіздер болады. Миксерді қажет етпейді. Венчиктің көмегімен жақсылап араластырамыз. Енді үстіне сұйық майымызды қойып, және араластыратын боламыз. Үстіне қаймағымызды құямыз және араластырамыз. Ешқандай қаймақтың ашыған дәмі келмейді. Сондықтан қорықпастан пісіре беріңіздер. Алдын ала ұнымыз бен разрыхлителімізді араластырып дайындап аламыз. Сосын ұнымызды електен өткізіп салатын боламыз. Ұнның барлығын бірден салып жібермеңіздер. 2-ге немесе 3-ге бөліп салыңыздар. Сонда түйіршіктері болмайды. Дәл осылай біркелкі етіп араластырамыз. Біздің тестамыз дайын. Көріп тұрғандарыңыздай дәл осындай сұйықтықта болады. Мен осыған шоколадты салдым. Бұны қосу міндетті емес. Қоспасаңыздар да болады. Енді табамызға пергамент қағазын төсеп, біздің сұйықтығымызды құямыз, яғни тестамызды құямыз. Көріп тұрғандарыңыздай осындай сұйықтықта болады. Және алдын ала қыздырылған пеште 180 градуста 30-35 минутта пісіп шығады. Міне, біздің пирогымыз дайын. Дәл осылай беті бір тегіс қызаруы керек. Егер піскенін білмесеңіздер, таяқшаның көмегімен тексеріп көруге болады. Мен бетіне сахарный пудраны септім. Ерекше сән береді. Сіздер де жасап көріңіздер. Және видеоға лайк басып, комментария жазып, қолдап кетіңіздер. Ас болсын!